Сәлем, менің тегін сабағыма қош келдің. Маржа есептеу сабағы бойынша қазір сіздерге тегін сабақ өтетін боламын. Соңына дейін тыңдасаңыздар, сіздерге керемет ақпараттармен бөлісетін боламын. Каспиде ең бірінші сіздермен қалай товар сатудың маңызды жолы ол маржа есептеу керектігін түсіндіргім келіп отыр. Осы маржаны дұрыс есептегеннің арқасында, Каспи онлайн магазин айналысу арқасында қазіргі таңда екі бірдей офлайн дүкен жүргізіп отырмын. Белгілі бір Жамбыл облысының кәсіпкерімін. Каспи онлайн магазинде сіздің не сататыныңыз маңызды емес, бірақ басты қағида ол бәсекелестік емес, басты қағида ол сіздің пайдаңыз. Осыны қағиданы дұрыс ұстана отырып, Каспи онлайн магазинде қазіргі еркін түрде сауда жасаймын. Еркін түрде жұмыс жасаймын. Каспи онлайн магазинде көбісі пайда жағы қалмайды. Каспи онлайн магазинде жұмыс жасау қиынырақ деп айтатын адамдар осы жерде тыңдасын. Осы жерде тыңдасын. Сіз 100 товар өткізіп, миллион товар өткізіп, бір 100 мың теңге тапқаннан гөрі, бір товар өткізіп, соның үстіне 100 мың теңге тапқан 1000 есе артық. Осы қағиданың арқасында қазір 4 жылдан бері мен ақша тауып келіп жатырмын. Анализ жасаймын, маржаны дұрыс есептеймін, товарымды қоямын, товарым өтеді. Менің уақытым да, және маржа санау да бәрі дұрыс болған кезде өзімнің жұмысқа деген ынтам да арта түседі. Бәсекелестік көп болған дұрыс, бірақ ең бастысы өзіміздің пайдамыз. Сол пайдамызды дұрыс есептеуіміз керек. Маржаны дұрыс есептегеннің арқасында сіздің 1 теңгеңіздің өзі сізге миллион теңгеге алып барады. Осыны жақсылап түсінулеріңізді сұраймын. Новичок болғаныңыз маңызды емес, не сататыныңыз маңызды емес Каспиде. Мүмкін сіз перде тігіп сататын шығарсыз. Мүмкін сіз шуба сататын шығарсыз. Мүмкін сіз алтын сататын шығарсыз. Мүмкін сіздің қолыңызда ешқандай товар жоқ шығар. Менің де қолымда баста товар болған жоқ. Мен де товар қалай салу керектігін басынан білген жоқпын, қалай есептеу керектігін білген жоқпын. Бірақ ең бастысы менің пайдамды ойладым. Өзімнің пайдам қалай есептеймін, мен қалай 100 мың теңгені бір күнде табамын. Мен қалай 10 мың теңгені бір сағатта табамын. Осы нәрсені ойлансаңыздар, уже сіздерде Каспи онлайн магазинге деген, бизнеске деген көзқарастарыңыз өзгереді. Жарайды, сіздің басында Каспи магазинде товарыңыз жоқ шығар. Қазіргі таңда мен осы бойынша адамдарға көмектесіп жатырмын. Маржаны дұрыс есептеу бойынша, маржаны дұрыс есептеу үйретемін, және де өзімнен оқыған, өзімді үйретіңізші маған деп келген шәкірттерімнің барлығын товармен қамтамасыз етемін. Себебі осы маржаны дұрыс есептеудің арқасында Каспи онлайн магазинде дұрыс пайдаға кенелдім, және де дұрыс товарларды сатып жатырмын. Және де қазіргі таңда өзімнің екі бірдей офлайн магазинде склад аптасына 2 рет Қытайдан заводтан товарланып келіп отырады. Ең бастысы бәсекелестік емес, пайданы миымызға сақтап отыруымыз керек, достар. Және де сіздердің алғашқы жіберетін қателіктердің, новичоктардың, болмаса енді бастап келе жатқандардың новичоктардың қателіктері Қытай сайттарындағы бағамен Қазақстанға жету бағасын есептемей, болды деп сол бағаны сатып жіберетіндері. Вот, көріп тұрсыздар ма? Бұндай жағдайда маржаныңыз сіздің құлайды. Яғни Қытайдағы бағаны есептеп тұрсыз, 1088 Пиндодоға кіріп алдыңыз. Ол жақта бағаны көріп тұрсыз, Қазақстанда бағаны көріп тұрсыз, и өзіңіз маржаны дұрыс есептеген жоқсыз, примерно салыватсыз. И саттыңыз да, бірақ счетқа ақша түскен кезде уже сіздің маржаңыз жоқ, пайдаңыз жоқ. Өйткені сіз ол баста маржаны дұрыс есептеуді білген жоқсыз. Және де бұл жерде ең басты мәселе Қытайдан келгенмен сіздің қолыңызға тиген, мысалы, бүгінгі үйге дейін келген доставкасы, оның килограммы, оптым бағасы, барлығы қосылғандағы сумма, сол оптым суммаға кіру керек. Оптым сумма, мысалы, 5000 теңге шықты ма сізге, или 6000 теңге шықты ма, сол 6000 теңге сол оптым бағасы деп есептеуіңіз керек. И және сіз оған оптым бағаны қоса отырып, оған доставканың ақшасын қосуыңыз керексіз. Яғни айтқанда, Каспи бүкіл Қазақстанға жіберетін доставканың ақшасы болады. Ол 800 теңге. 800 теңге мен 1300 теңгенің арасында болады. Соны қосуымыз керекпіз. И осыны қосқан кезде ғана нақты сіздің товарыңыздың бағасы шығады. И содан кейін барып пайдаңызды қоса отырып есептеуге болады. Каспи онлайн магазинде тағы бір есептейтін мәселе, ең соңында налогты қосуды ұмытпаймыз. Яғни оптым сізге келгенге дейінгі товарды есептейсіз, и және доставка, Каспидің доставкасын қосасыз, и және налог 3%
қанша процент упрощенка режимде 3% жүреді. 3% қосасыз, и сосын Каспидің процентін қосасыз. И дәл осылай есептеудің арқасында сіздің нақты өзіңіздің пайдаңыз шығады. Пайдаңызды қосқан кезде сол пайда сізде қалады. Бүгін осы товардың 10 мың теңге көргіңіз келе ма? 10 мың теңге қалып отырады. Қазір мен төменге, қазір осы видеоға Каспи магазин доставкалерінің қай суммаға дейін жүретінін жазып кетемін. Сол сумманы оптом бағаға қосып есептеуіміз керек. Менің осы уақытқа дейінгі пайда табуым осы схема болды. Яғни оптом товарға өзімнің доставканың ақшасын қосып есептеп отырдым. Сол кезде менің пайдамды қосқан кезде пайдам нақты шығып отырды. Осы проценттерді, осы қағиданы дұрыстап үйреніп алуларыңыз керексіздер. И және де автовикпен сөйлескен кезде де Алматының автовигі болсын, Шымкенттің автовигі болсын, Астана разница жоқ. Мысалы, сол автовикпен сіз сөйлесіп отырсыз, және сол автовиктегі бағаны сіз, ол кісі айтады, 1000 теңге деп айтады сізге, оптом бағасы. Бірақ сізге ол келем дегенге дейінгі шығын бар ғой, келем доставканың ақшасы. Алматыдан, Астанадан, Шымкенттен қайдан алдыртасыз? Сол келем дегенге дейін шығынды қосу керек. Ал оны қоспайды көбісі. Примерно сол бағамен Каспиге қойып сата береді. Олай дұрыс емес. Доставканың ақшасын дұрыс есептеу қосқан адам өзінің маржасын дұрыс есептейді. Маржа есептеу деген дәл осылай жүреді. Доставканың суммасы сізге келгенге дейінгі себестоимость қанша, соны қосқан кезде ғана сізде нақты сумма шығатын болады, достар. Кімде дәл осындай ситуациялар болып жатыр? Кімде дәл осындай қиындықтар болып жатыр? Товарды қайдан аламын? Қалай есептеймін? Қазір мен өзіме нақты командама менің товарымды сата алатын, және Каспида мықты білгісі келетін, Каспида алғашқы табысын тапқысы келетін командам адамдар қабылдап жатырмын. Каспи онлайн магазинде бір жақсы жерін айта салайын. Егер сіздің қолыңызда товар болмаса да, тек маржасын дұрыс есептей отырып, Қытай заводындағы товарларды алдырта отырып, предзаказ арқылы ақша табу мүмкіндік функциясы ашылған. Сол функцияны қосылып отырып, сіз өзіңіздің маржаңызды дұрыс есептесеңіз, сізге нақты сол 10 мың теңге мен 100 мың теңге күніне түсіп отырады. Мен соны өзім командамдағы адамдарға үйретіп жатырмын. Сіздің қандай товар сататыныңыз маңызды емес, тек главное өзіңізге келген себестоимостьті нақты біліп алсаңыз, и және доставкасын нақты қоса алсаңыз Каспидің, и сіздің өзіңіздің таза пайдаңыз шығатын болады. Кімге дәл осындай проблемалар болып жатса, менің командама қосылуларыңыз керек. И сол менің командамен жұмыс істеу керексіздер. Сол кезде ғана сіздің маржа санау деген ойларыңыз өзгереді. Айтып жатырмын ғой, бүгінгі кішкентай қадамыңыз сіздің миллионға алып барады. Бүгінгі бір тиыныңыз сіздің алғашқы миллиондарыңыздың тиыны. Осыны есептеп шығару керек. Каспидегі бір жақсы жері, айта салайын, маржа санау бойынша, Каспидің өзінің доставкасын сіздің сатылып жатқан сатылым товарыңызға байланысты өзгеріп отырады. Картинканы тастап кетемін, осы картинкадан жақсылап көріп алсаңыздар болады. Мысалы, 5 мың теңгеге дейін басқа сумма, 15 мың теңгеге дейін басқа сумма жүріп отырады. Сол 15 мың теңге дейінгі суммалар килограммды қарап отырады. Сол килограммда дұрыс есептесеңіз, маржаңыз точно шығатын болады. Өз товарыңыздың маржасын дұрыс есептеген кезде, сізге өзіңіздің 100 мың теңгеңіз алғашқы миллион теңгеңіз келіп отырады. Және де сіз офлайн дүкен ашуыңызға да керемет мүмкіндік береді. Кім шынымен өз бизнесін өсіргісі келеді? Кім Каспи онлайн магазинде көбірек пайда тапқысы келеді? Кім өзінің осы Каспидің алғашқы миллион теңгесін тапқысы келеді? Өзімнің командама шақырамын. Мен бірде-бір жұмыс жасай отырып, өзімнің командадағы адамдарға қалай Каспи онлайн магазинде табыстау керектігін үйретемін. Мен саған тек қана маржаны қалай дұрыс есептеу ғана емес, қалай товарды жарнамалау керек, қалай товар тезірек өткізу керек, қалай нақты нишалар өтеді, товарды қайдан аламыз, Қытайдан $1 қалай товар алып келіп, өзіміздің Қазақстанда өзімізге автовик бола аламыз, соның барлық қыр-сырларын үйрететін боламын. Нақты осы жолды білгің келсе, төмендегі менеджерға жазсаңыз болады. Мен сенімен бірде-бір жұмыс жасай отырып, мен сенің кәсібіңді, өзіңнің Каспиде алғашқы табысыңды таптырғызамын. Сенің бір ғана есебің, сенің бизнесің. Кім ерінбей маржаны есептейді, соның бизнесі өседі.